Қайырлы кеш, құрметті Сағыз балалар жасөспірімдер спорт мектебі ұжымы және кеш қонақтары. Жыл басынан бері қарай байрақты бәсекеде спортшыларымыздың мерейі үстем болып, жоғары жетістіктерге жетті. Елімізде және өзге де елдерде әнұранымызды шырқатып, көк байрағымызды желбірете білген спорт қырандары мектебіміздің мақтанышы. Осы орайда сайыпқыран спортшыларымыздың бабын келтіре білген бапкерлері мен ұжым қызметкерлерінің еңбектерін бағалап, ұлықтау мақсатында жасалып отырған жыл қорытындысы кешімізге қош келдіңіздер. Кешімізді ашу үшін мектеп директоры Меңдіғалиев Болатбек Әбдіұлына сөз береді. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, ұжымдастар, бүгінгі мына ұйымдастырылып жатқан шараға қош келдіңіздер бәріңізге. 2025 жыл біздің спорт мектебі үшін үлкен табыстарға жеттік, қуаныштарымыз болып көптеген жетістіктерге жетті балдарымыз. Әлем чемпионы болып, Қазақстан чемпионы, үлкен республикалық, облыстық турнирлерде қандай жарысқа барса да ешқандай жүлдесіз қайтқан ештеңесі жоқ. Бәрі жүлделі топ жарып, осы ауылымыздың көк туымызды желбіретіп қайтты. Енді бұл жерде айта өту керек, осы жерде сол балдарды баптап атқан, дайындап атқан осы жерде жаттықтырушыларымыз бар. Солардың еңбектері, оны айта болса бәрі көп, осы жерде бәрі. Ал 2026 жыл келе жатқан баршаңызға құтты болсын жылымыз. Осы жерде отырған қонақтарымыз бар, Сағызбай ағамыз бар, Жайлау ағамыз бар. Сіздер де қош келдіңіздер. Біздер сіздермен мақтанамыз, Сағызбай ағам. Осындай Сағыз ауылына күрес залын салып беріп жатсыз, демеуші болып жатсыз. Көп рахмет спортшыларымызға, демеуші болып. Сізді әрқашанда мақтан тұтамыз. Рахмет сізге. Осы ұжымның атына рахмет айтамын. Баршаңызға құтты болсын. Ән шашу, ауыл жастары триосы, Попури. Өзі қалтырап тұрған адам қалтырамаңдар деген.
Көкжегені жоқ, не жоқ, қызыл өрік жоқ, жақсы екен. Соңайдым. Әдейм. Репортер жақсы екен. Бұл әндерді қайдан біліпсіңдер сендер? Бір жыл бойғы маңдайтер, табандылық пен жеңіске толы жолды қорытындылауға және үлгі боларлық нәтижелері үшін берілетін марапаттарды табыстау рәсімін бастаймыз. Ортаға мектеп басшысы Болатбек Абдуллин шақырамыз. Айтқан сөзімен атқарған сөйлескен, уәдесіне беріп, жауапкершілігі жоғарғы тұлға Есенов орынбасар Әбдіғалиұлы сөз бен істің адамы номинациясымен марапатталады. Тынымсыз еңбек ететін қызметкер Мединов Бауыржан Мизамбайұлы ең қажырлы номинациясымен марапатталады. Уақыт дәлдігін мінсіз ұстанатын қызметкер Қожыров Наурызбек ең пунктуалды қызметкер. Жаттығу және жұмыс барысында сабырлылық, ұстамдылық және үлгі боларлық мінез-құлқымен танылған бапкер Қалиев Мырзабек Шайхмадинұлы ең сабырлы бапкер номинациясымен марапатталады. Сабырлылығымен, ұстамдылығымен ерекшеленген бапкер Тұрған Кепкін Ғиниетоллаұлы ең шыдамды бапкер номинациясымен. Кәсіби қызметінде байсалдылық пен ішкі табандылық танытқан қызметкер Мекес Сейіндік Маратұлы ішкі күш номинациясымен марапатталады. Міндеттерін әрдайым адалдықпен, әділдікпен орындап, өз қызметінде сенімділікпен үлгі көрсеткен қызметкер Гүлнұр Оралтайқызы Абдуллина қызметпен
қызметкері Қаламбай Самат Матчанұлы ұжым Оттеге. күй ерге салқын сағын есен Кетер. Haydi. Құрметті қонақтар, алдыңғы марапат иелерін құттықтай отырып, келесі кезекте Атырау облысы дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы басшысы Сыдықов Нұрбол Тұрарұлының алғыс хатымен марапатталатын қызметкерлерді қошеметпен қарсы алайық. Ортаға мектеп басшысын шақырамыз. Атырау облысы дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы басшысы Сыдықов Нұрбол Тұрарұлының алғыс хатымен Күзембаева Бақытты Асқаровна марапатталды. Осындай мәтінде келесі алғыс хатпен Маханова Шынар Абылайқызы марапатталды.
Суттың бірінші ана суттың. Дәл осындай мәтінде келесі алғысқа иесі Жылқыбаев Абылай Жылқыбайұлы марапатталды. Осындай мәтінде басқарма басшысының алғыс хатымен Досмұхамбетова Жанна Аманғалиқызы марапатталды. Осындай мәтінде келесі алғысқа иесі Әлжан Ғиният Іргебайұлы марапатталды. Барлық алғыс хат иелерін марапаттарымен құттықтаймыз. Бүгін біз бір жыл бойғы еңбегімізді саралап, ортақ жетістіктерімізді еске алатын ерекше кешке жиналып отырмыз. Жыл бойы тынымсыз еңбегімен, белсенділігімен және шабыт сыйлай білген жандарды марапаттайтын сәт келді. Осы жылымыздың жұлдыздарын қошеметпен қарсы алайық. Қайырымдылық пен жанашырлықты өмірлік ұстанымына айналдырған спорт жанашыры, ауылымыздың азаматы Тастеміров Сағызбек Төлепқапұлы жыл меценаты номинациясына марапатталды. Іс-шаралар мен жұмыс үрдістерін тиімді жоспарлап, жоғары деңгейде ұйымдастыра білген тұлға Ендешбай Азамат Әнесұлы үздік ұйымдастырушы номинациясына жауапкершілігі мен еңбегі жоғары бағаланған қызметкер Исқайырова Анар Сайлаубайқызы жыл қызметкері номинациясына жоғары нәтижеге қол жеткізе білген бапкер Құланов Ардақ Айнабекұлы жыл серпінді номинациясына жыл қорытындысы бойынша кәсіби шеберлігімен, жоғары нәтижесімен және еңбегімен ерекшеленген тұлға Нұрболғанов Сәлімгерей Қуандықұлы жыл үздігі жоғары нәтижелерге қол жеткізген үздік бапкер Бекбаулиев Аманжол Қыдырбайұлы жыл бапкері жылы бізге жеңіс пен тәжірибе сыйлады. Ал 2026 жыл жаңа белестерге жол ашсын. Бүгінгі кеш бір жыл бойғы еңбегіміздің
бірлігіміз бен ынтымағымыздың айғағы болды. Әрбір марапат иесі ұжымымыздың дамуына қосылған үлестің адал еңбек пен жауапкершіліктің жарқын көрінісі. Алдағы уақытта да бір мақсат, бір мүдде жолында бірге еңбек етіп, жаңа жетістіктерге жете берейік. Еңбектеріңізге толағай табыс тілейміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Спорт мектебіміз жасай берсін. Келесі кезекте столға жалғасуға болады. Рахмет. Еркін отырыз.